21-ші есеп. Кему ретімен орналастырыңыз. Біз мұнда сандарды көріп тұрмыз. А ол минус 0,56, Б 11-ден 6, С минус 13-ден 7, Д минус 0,45, Е 0,57. Енді жауаптың нұсқаларына қарайық. А нұсқасы Еден басталып тұр, ал Е бізде ол оң сан. Сандарды қарап шығайық бірінші, қараңыздар. Мұнда 1, 2 және 3 теріс сан бар, және 2 оң сан бар. Кему ретімен орналастыр дегеніміз ол үлкенінен кішісіне қарай орналастыру деген сөз. Яғни үлкені ол оң сан болады. Демек, біздің орналастыруымыз оң саннан басталуы керек. Демек, А нұсқасы дұрыс болуы мүмкін, себебі Е ол бізде оң сан болып тұр. Б нұсқасын қарайық. Б нұсқасында Б-дан басталып тұр. Б ол 11-ден 6, оң сан, бұл да дұрыс болуы мүмкін. Ал С мен Д нұсқалары ол бізге керек емес, себебі ол А-дан басталып тұр, ал А ол бізде теріс сан, ол ешқалай үлкен бола алмайды, себебі оның алдында 2 оң сан бар. Енді А мен Б нұсқаларын салыстырайық. Қарайық мұнда. А, С, Д, яғни алғашқы 2 сан ғана орынмен ауысқан. Е, Б немесе Б, Е. Демек, бізге Б және Е сандарын салыстырып, қайсысы үлкен екендігін анықтау керек. 11-ден 6, 0,157 дегеніміз ол 100-ден 57. Бұл сандарды салыстыру үшін бізге екеуін ортақ бөлімге келтіру керек. Ал екеуінің ең кіші ортақ бөлімі ол 1100 болады. Яғни бірінші бөлшекті 100-ге, екінші бөлшекті 11-ге көбейтеміз. Сонда 11-ден 6, 1100-ден 600 болады. Ал 100-ден 57, 1100-ден 627 болады. Демек, осы сан үлкенірек, 100-ден 57. Демек, Е үлкен. Сонда біз кему ретімен орналастырған кезде үлкенінен бастап жазсақ, ендеше А нұсқасы мұнда дұрыс болады.